Маған 13 жас еді. Мен 22 жастағы жігітпен кездесіп жүрдім. Ол маған өзімді ерекше әрі ересек сезінуге мүмкіндік беретін. Барлық құрбыларым маған қызыға қарайтын. Ол өте сымбатты еді. Иә, извращенец, бірақ оннан он еді. Біз Xbox Live желісінде танысып, кездесе бастадық. Мен университетте елеусіз тартымсыз қыз едім. Сондықтан оның маған көңіл бөлгені ұнайтын. Менімен қатарлас бірде-бір жігіт маған қызығушылық танытпайтын сияқты еді. Мен үнемі шеттетіп мазақтайтын. Сондықтан ересек әрі сымбатты жігіттің мен сүйкімді деп санағаны жағымды тиді. Ол мені жыныстық қатынасқа біртіндеп көндірді. Алдымен веб-камера арқылы интимдік әрекеттер жасауға итермеледі, кейін оральды секске, ал содан соң толыққанды жыныстық қатынасқа көштік. Ол әрқашан бәрін видеоға түсіруді талап ететін, өйткені мені қатты жақсы көргендіктен басқалардың порносын көргісі келмейтінін айтатын. Кейін белгілі болғандай, ол біздің видеоларды барлық достарына көрсетіп жүрген екен. Ал олар оның мені тағы бірдеңе жасауға қаншалықты жылдам көндіре алатынына бәс тіккен. Мен оның айтқанымен келіспеген сайын ол маған егер еркекпен кездескің келсе, өзіңді қыз сияқты ұстау керек. Әйтпесе сапалы қарым-қатынас орнатқысы келетін басқа қызды тауып аламын дейтін. Кейін ол мені достарымен төсек қатынасына түсуге итермелей бастады. Алдымен үштік секске өзімен және досымен бірге көндіруге тырысты. Ал кейін бірде түнде маған жай ғана оның досымен жатып шығуды өтінді. Сол кезде оның досы оған ақша беріп жатқанын көріп қалдым. Содан кейін бұның бәрі өтірік екенін түсініп, одан кетіп қалдым.